Саламатсыздар ма қыздар? Бүгінгі тәрбие сағатына қош келдіңіздер. Тәрбие сағатының тақырыбы ұрпаққа үлгі болған ерлік. Тәрбие сағатымызға қатысушылар 303 М9 мейіргер ісі тобының студенттары және кураторы Омырзаева Эльмира Сайлабаева. Тәрбие сағатымыздың мақсаты ұлы отан соғысы, ұлы жеңістің маңызы туралы мағлұмат беру. Отан үшін жан қиған батыр жандардың қазіргі таңдағы арамызда жүрген ардагерлеріміздің ерліктерін үлгі ете отырып, оларды құрметтеуге, білім алушыларды отан сүйгіштікке, ел жандылыққа, батылдыққа тәрбиелеу. Жеңіске жету жолында қазақстандықтардың асқан ерлігі мен әскери жанқиярлығы ұлы отан соғысы тарихындағы жарқын беттерге айналды. Ардагерлер азайып барады, бірақ ешкімде ештеңеде ұмытпауы тиіс. Себебі бұл біздің тарихымыз, біздің мақтанышымыз, біздің даңқымыз. Жеңіс үшін жандарын аямай құрбан еткен батырларымыздың ерлігін мәңгі есте сақтап, ешқашан ұмытуға болмайды. Ұлы отан соғысының дүние жүзі үшін маңызы зор болды. 1945 жылы 8 мамырда Берлинда фашистік Германия жеңілгенін мойындап қол қойды. 1945 жылы мамырдың 9-ында бұрын соңды болмаған 1000 зеңбірек 30 дүркін салют атылды. Міне жеңіс күні осылай келген еді. Балалар, менің атам Амреев Асен де соғысқа қатысып, қан майданда жеңіске өз үлесін қосқан жан. Бала кезімізде атамнан майдан жайлы әңгімелерін көп еститінмін. Өкінішке орай атам қайтыс болған. Мен үшін қас батырдың өзі саналатын атам жайлы бейне жазбаға назар аударыңыздар. Мен Асен Оқылышқан, ұлы отан соғысына қатысқан ардагер әкем Амреев Асен туралы біраз мағлұматтар білгім келді. Менің әкем 42 жылы соғыс майданына Сталинград жеріне аттанған. Ол майданда 3-4 жыл болып, соғыс аяқталғаннан кейін амандықпен үйіне оралады. Бірақ басына осколкалық жараланады, саусақтарынан айырылады. Келген кезде денсаулығына көп зақым келді. Өзі 6 бала өсіп тәрбиелеген. Міне қаншама медальдар, ордендар, бұлар жартысы наградасы басқа жаққа сақталған. Отан соғысының 30 жылдығына жеңіс күні арналған, 40 жылдығына арналған медальдар марапатталған, біразы басқа жерде сақталған. Әкем туралы айтқым келетін көп сырлары бар, бірақ ұлы отан соғысында 20 миллион адамдай кетті. Әрбір шаңырақтан кеткен боздақтар, баласын күткен аналар, жарын күткен аналар, қаншама соғыс 45 жылы бұл соғыс зардабын шеккендер, қаншама шаңырақтар бос қалып, жайқалып қалды. Енді ешқашан қайталанбасын бұл соғыс. Жеңіс күні құтты болсын. Мейіргер бөлімінің 3-ші курс студенті. Біз тәрбие сағаты бойынша 9 май жеңіс күніне орай 75 жылдығына соғыс және тыл ардагерлерін еске аламыз. Яғни менің атам Сұлтанов Нұрғали 1931 жылы дүниеге келген. Атам 11 жасынан бастап еңбек еткен және ауылдағы қарт адамдарға көмектесіп отырған. Қой мен қозыны бөлек асырап, олардың құрт, май сүттерін соғысқа аттандырып отырған. Және науқан кезінде шөп шабып, масақ теріп, сол шөптерді өгіз арбаға тиеп, қыстауларға жіберіп отырған. Атамның бұл еңбегі елең етіп, 60 және 70 жылдары жеңіске орай 2 медальға ие болды. Соғыстан кейінгі жылдарда жастайынан еңбекке араласқан атам, зейнетке жасына дейін де еңбек еткен. Атам 2014 жылы қаза болды.
және атамның осындай еңбек етіп тер төккеніне мен мақтан етемін. Ұлы Отан соғысы естен кетпес адамзат тарихындағы теңдесі жоқ соғыс. Бұл соғыс біреулерді жетім етті, біреулерді жесір етті, тіпті біреулерді баласынан айырды. Ел алдындағы борышын өтеп, халқымыздың тыныштығы мен тұтастығын сақтап қалған ардагерлерімізге бас иіп тағзым ету біздің парызымыз. Себебі халқымыздың болашағы мен олардың бақытын сақтап қалды. Ұлы Отан соғысында батыл ерліктерімен көзге түскен аталарымыз қаншама. Сонымен қатар бүткіл сұлулықтарымен қолдарына қару алған қыздары да жетерлік. Жауынгерлік қызметпен өздерінің бастарын қауіпке тіккен батырларымызға бас иеміз. Және де олар біздің мәңгі есімізде сақталады. Қан майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшаң басып, ардагерлер азайып барасыңдар. Құрметтейді халқымыз қаһарман, жүресінде сан жарық сапарларын. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалдау сирек бұл күнде қатарларын. Елін сүйген, елің үшін салдың олар. Жүздерінде жанған от жарқылы бар. Соғыс деген салмағын жалған сөздің бүгінгі ұрпақ өзінде ұғып қалар. Ұлы Отан соғысында өз жауынгерлігімен, мықтылығымен, қайсарлығымен, болашағы, ұрпағы үшін жарқын болашақ пен тәуелсіз ел сыйлаған батырларымыз бен ардагерлерімізді ешқашан ұмытпаймыз. Ғабиден Қожахмет бұл кешегі жауынгердің ұрпағы. Бейбіт күнде қымбаттау бәрі жеңіс күн. Ортасында жүрді олар көбістің, қарт әкелер, майдан ерлер тұлғалы, солдаттар еді зұлмат соғыстың. Жау тигенде бейбіт елге жасанып, сапта тұрған жандар олар кеш анық. Жастық сәтін от шарпыған еске алып, сөйлейтіндер жанарына жасалып. Әкелер соғыс күннің боздағы, тоңдырмаған, жасқантпаған ызғары. Соны ойласа нәзік жүрек сыздады бұл кешегі жауынгердің қыздары. Өтті зұлмат, уақыт алға көшеді, болашақтың самалалдың еседі. Жалғанады шөбере боп, шөп-шөп боп, ұрпақтар жауынгердің кешегі. Отан туралы мақал мәтелдер. Орағың өткір болса, қарың талмайды. Отаның берік болса, жауың олмайды. Отан үшін отқа түс кимейсің. Арың үшін алсаң өлмейсің. Отан отбасынан да ыстық. Бұл жүрегім сен арқан ұлы отан, елім менің тірегім, құшағыңда гүл атқан, шығысыңда арайлы күліп атқан құбытан, сенен бақыт тарайды баршамызға ұлы отан. Қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік шайнай берсін туған жерім. Тәрбие сағатымызды қорытындылай келе, отанымызды шексіз сүйіп, оны қастерлей білейік. Ата-баба дәстүрін, әдет-ғұрпын берік ұстап, үлкенге ізет, кішіге ілтипат көрсетейік. Халқымыздың ерлігімен, батырлығымен, қайсарлығымен келген тәуелсіздігіміздің көк туын мәңгі көкке желбіретейік. Елімізде бейбітшілік болсын. Айбынды азаматтарымыз аман болсын. Осымен тәрбие сағатымызды жабық деп жариялаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.